Бүгін корындық жасаймыз. Өте оңай, жасап көріңіздер. Ұнымызға ұн қопсытқыш, қант, бір жұмыртқа және сүт қосып, жақсылап араластырамыз. Және аздап тұз қосуды да ұмытпаңыздар. Енді сосискиді дайындап аламыз, ашып, ортасынан бөлеміз. Одан кейін бізге ағаш таяқшалар керек. Әрқайсысын енді сол таяқшаға орналастырамыз. Одан кейін енді қуырамыз. Ол үшін бізге кішкене биігірек ыдыс керек болады. Мен бір видеодан көрдім, жаңа туркада қуырады екен, кофе қайнататын. Мен де сода қуырайын деп көрдім. Ең жаңағы сосискімізді аламыз да қамырға батырып, айналдырып, қызып тұрған майымызға саламыз да осылай айналдыра отырып пісіріп аламыз. Кішкене қызарғанша өте тез піседі. Болды. Кез келген ыдыста пісіре берсеңіздер болады. Тек кішкене биігірек болса болды. Дайын ас болсын.